менің есімім Азиза. Мен қолөнермен айналысқанды жақсы көремін. Бұған баулыған менің анам. Ол маған неше түрлі қолөнердегі неше түрлі заттарды үйреткен. Қазіргі уақытта мен әртүрлі қазақ оюларынан жасалатын бұйымдарды жасаймын. Жалпы қолөнерге тоқтала кетсек, қазақ халқы қолөнерге бай. Соның ішінде құрақ көрпеге тоқталатын болсақ, жалпы құрақ мата қиындыларынан құрастырылған. Құрақ көрпені ұзатылған қызға жасаумен бірге қосып берген. Бұл жаңа отбасын құрған жас арудың өмір қиыншылықтарына мойымай берік болсын дегені. Құрақ тігуде ең бастысы мата түсінің үйлесімділігі және симметрияның сақталуы. Мен бүгін сіздерге заманауи 3D пішінде құрақ құру әдісін көрсетемін. Ол үшін мен ақ, қызыл, сары түсті вилюр матасын қолданамын. Олардың енін 5 сантиметрден қиып аламын. Маталарды 5 сантиметрдей болатындай етіп қиып алдым. Енді оларды бір-біріне беттестіріп қоямын. Олардың шеті 5 мм болатындай етіп қалдырдым. Енді оларды түйреуішпен түйреп шығамын. Матаның шеттерін 5 мм-дей қашықтықта тігіп шығамын. Дайын болған матамызды үлгі секілді қиғаш етіп қиып шығамыз. Сары матамыздың ортасын солға қарай, ал қызыл матамыздың ортасын оңға қарай қиып шығамыз. Содан соң оларды осылай ауыстырып, бірдей етіп, бірінің үстінен бірін қойып, осылай шеттерін тігіп шығамыз. Құрақ бөліктерін осылай біріктіріп, суреттегідей сырып тігіп шығамыз.